Неліктен де қажылар көп болып тұр мұсылманнан деді. Қажы көп, мұсылман аз деп жатыр да енді. Тән ол киім ретіндегі нәрсе, сондықтан адамның негізгі адам статусын беріп тұрған нәрсе жанымыз ғой. Сондықтан бізде көп жағдайда қоғамда жаңағы тәннің нәрселері кетіп жатыр. Мектепте үшкі оқыған балаларын медресеге береді бүгінгілер. Қазақтың діндарлығы қайдан онсын, діннен қарсы өзіңдей білімдер дейді. Отбасылық мәселесінде проблема туындай ма? Жауабын тауып бере аламыз, өйткені оның жауабы бар исламда. Әрбір адамның өзінің жүрегінде үздік болу деген бір ұмтылыс бар. Тар ойлағаннан кейін неше түрлі депрессиялар, мен қоғамға керек емеспін. Содан кейін көшедегі жаңағы бомждық нәрселер шығады. Алламен қарым-қатынас ол мұсылмандар бағалайтын қарым-қатынас та. Ал енді адаммен қарым-қатынас деген нәрсе бүкіл адамзатқа ортақ дүние да. Ата-анам үйлен деп жатыр дегендей тақырыптармен тез үйленеді. Бірақ мақсат әлі қойылған жоқ, ол мақсат емес. Біз Hikmet Travel компаниясымен Дәкең екеуміз умраға, қажылыққа жиі барамыз. Жомарт ұстаздың уағыздарын жиі естиміз. Сондықтан мен сол баяғыдан сол сіздің әңгімелеріңізді бір енді ортада біздің халық естісе деген сондай ниет болған. Сондықтан бүгін бізде қонақта Әл-Әзім мешітінің наиб имамы, Алматы қаласы, Алатау ауданы. Нұр-Мүбарак университетінің магистранты Жомарт Кершеев. Жомарт ұстаздың жанында Дәкеңді білесіздер, Дәурен Айдарқұлов мырза, экс-актер, және сол жағымызда Сырым Әуесхан, қазақтың сырымы, айтыскер ақын, журналист и теолог да. Оқыдыңыз ба? Или бітірдіңіз ба? Бітірдім. Бітірдіңіз. Теолог мырза. Солай ма? Жомарт ұстаз, біріншіден ең бірінші сұрақ сол, сіз енді қазір мешітте жұмыс істейсіз ғой? Мешіттеміз. Адамның бір мысалы мұңы болса, бір проблема, мұқтаждығы болса, немесе акиматқа барады, немесе мешітке барады да. Аятта өзі Аллах Тағала негіз айтып қойған ғой. Жүректер Алланы еске алумен тынышталады деген мәселе. Жүректің тыныштығын іздеп келеді ғой, жаңа проблемамен келу деген сөз. Проблема болған кезде жүрек тыныш емес. Жүрек тыныш емес деген сөз, ол рух тыныш емес. Соның рухтың тыныштығын іздеп келеді да. Сондықтан жалпы бұл мәселеде мына ғылыми жақпен келсек, біз адам деген нәрсе екі нәрседен тұрамыз да өзі. Тән, сосын жан. Бізді адам қылып тұрған нәрсе ол негізгі жан. Абайдың да әдемі өлеңі бар ғой, менікінің айырылғаны өлді деп айтыпты өңкей білмес дегендей. Өлді деп ойлапты өңкей білмес. Ақыл мен жан мен өзім, тән менікі дейді ол. Тән ол киім ретіндегі нәрсе, сондықтан адамның негізгі адам статусын беріп тұрған нәрсе жанымыз ғой. Сондықтан бізде көп жағдайда қоғамда жаңағы тәннің нәрселері кетіп жатыр. Тәннің нәрселері көбірек насихатталады, тәннің нәрселеріне көбірек көңіл бөлеміз. Сөйтіп жүріп, проблема рухтың азығы берілмей жатқан кезде, рухтың азығы. Сондықтан жаңағындай проблемалар туындай бастайды. Сол проблемаларды шешу үшін мешіттерге келеді. Сонда біздер имамдар жай ғана оларға бір Құран оқып беріп жіберіп шығарып салатын адам емес. Қоғамда сондай нәрсе қалыптасқан ғой, имам деген ішіне барасыз, Құран оқып береді, әмин дейді, шығып кетеді. Жоқ, сіз адаммен сөйлесесіз. Біз отырамыз, адаммен сөйлесеміз. Сөйлесіп отырып, оның проблемасын шығарамыз. Оның проблемасының шешімінің күллісі бар. Сол шешімді адам проблемаға түскен кезде көрмейді. Көрдіңіз бе? Сол шешімдерді көрмеген уақытта біздер көмектесеміз шешімді тауып беруге. А ол шешімдерді біз қайдан аламыз? Біз оны өзіміздің ойымыздан алмаймыз. Ол қияметке дейінгі адамдардың проблемасы шешіліп қойылған. Ол Құран мен сүннетте дегендей. Ол шешілген, оның жағында жүйесі қойылған. Ол нәрсенің бәрі мысалдар айтсақ жетеді оған мысалдар. Өмірден да мысалға. Бизнесмен проблема болса бизнестен, бұның жауабын тауып бере аламыз. Отбасылық мәселесінде проблема туындай ма? Жауабын тауып бере аламыз, өйткені оның жауабы бар исламда. Исламда, Құран мен сүннет деген нәрсе ислам. Исламда жауабы бар. Туысқанмен проблема бола ма? Исламда жауабы бар. Сондықтан бізге мешіттерге келіп жатқан адамдар сол жаңа не үшін акимат сияқты деп айтып жатсыз ғой. Өйткені акиматқа да адам
дүниелік проблемасымен барады. Жан тыныш болмай жатқан кезде, қысылып жіберген кезде, әрине ол рухани ортадан іздейді. Рухани орта ол әрине мешіттер, тағы басқа, әркімнің рухани ортасы бар ғой, сонда үйлерге барады дегендей. Түсініңіз? Сол жақтан табуға тырысады. Нам наши друзья подарили крутейший девайс Laivo. Это не монитор, это интерактивная панель. Она имеет функцию сенсорного дисплея и высокий запас прочности. Сенсорный дисплей изготовлен из высококачественных материалов фирмы BOE и встроена технология нулевой склейки. Ее защищает 4-миллиметровое ударостойкое матовое стекло. Также Laivo может оставаться включенным сутками и не портиться, ведь срок службы 60 тысяч часов, и вам еще дадут 18-месячную гарантию. Операционная система Android и Windows. Для нашей команды это идеально подходит, чтобы проводить мозговые штурмы, сценарные разгоны и поиск креативных идей. Сами пользуемся уже несколько месяцев и вам советуем. Всю информацию оставлю внизу. Бірақ әрине біз мешіттің қызметкері ретінде алдымызға түнгі сағат 3-4-дің кезінде келіп мешіттің жанында тұрған кезімізде үйімізді біліп, есігімізді қағып, оятып, түнгі сағат 3-те отбасылық проблемасымен әйелімен екеуі келіп, оятып, шешім сұраған адамдар болған. Яғни ұйықтай алмай жатыр. Не істейді ұйықтай алмағаннан кейін? Әйел екеуінде проблема, бала шағасы бар. Сол келді, оятты, есік қақты, шықтық, отырдық, әңгімелестік, таң намаз кіргенше отырдық. Таң намаз ол кезде таңғы 6:30-да кіретін. 2,5 сағат тек қана олардың боль дейміз ғой, ішкі қиналыстарын тыңдап, екеуінің тыңдап, шешім айтылған кезде, шешім тыңдап болғаннан кейін оп-оңай айтылған уақытта екеуі бір-бірімен құшақтасқан күйде кетті. Біз сіз айтқандай психологтың да қызметін атқарып береміз. Исламда оны жаңағы айлмун нәфс деп атайды. Нәпсі туралы білім, жан ілімі. Ал батыстық терминмен айтатын болсақ, психологтар мысалға. Енді таза дұрыс жаңағындай жан ілімін түсініп беретін, әрине ол мешіттердегі имамдардың қызметі деп айтар едім, бірінші орында. Өйткені басқа жақтан келетін болсаңыз, сіздің проблема болып тұрған жерде ата-анаға одан әрі байланысыңызды үзіп, екінші проблема жасап береді. Детский травма деген сөз мода болды қазір қоғамда. Детский травма. Сіз ата-анасымен байланысты орнатудың орнына ата-ана деген құндылық деген өшіріп атсыз да. Детский травма, сен ата-анаң сенің жағдайын жасап бермеген, ата-анаң саған кезінде көп ұрысқан дегендей. Осының бәрін жөндеп қайтадан қазақ қоғамына, мұсылман қоғамына, қазақ өзі 12 ғасырдан бері мұсылман ғой. Сол қоғамға қарай дұрыс нәрсені, жан ілімін ұсыну, бұл мешіттердің атқарып отқан үлкен жағындай бір қызметі десем болар еді. Бірақ бұл ғана емес. Жетет астында бірнеше қызметтері бар. Мәселен, мешіт өзінің қарайтын территориясындағы қиналып жатқан бір адамға ол қиналысын ешкімге ашпайды. Ешкімге ашпайтын адам бар. Ешкімнен барып алақан жаймайтын адам бар. Мешіт соны тауып, сол адамға өзі көмектесе алмайды ғой. Мына жақтан тағы бір келген адам, ол қай жаққа жұмсасам екен дейді дүниесін. Сондай адамдармен екеуін табыстырып жібересіз. Ананың жағдайын шешіп, оны қоғамға адамдармен деңгейлес қылып қосып жібереді қатарға. Әлеуметтік мәселені шешеді. Тағы бір қызмет бар. Бұл екінші қызмет дейік. Өте көп қой, мен тек бірнешеуін ғана мысалы келтірейін. Тағы бір мәселесі, отбасын енді құрып атқан кезде, жастар, ер азаматтар жағын алайық, мысалға ер жігіттер үйленетін кезінде, мен енді келін алып келу керекпін. Маған үйлену керек. Немесе жаңағы ата-анам үйлен деп жатыр дегендей тақырыптармен тез үйленеді. Мысалы, үйленем деген шешім қабылдайды, бірақ мақсат әлі қойылған жоқ, ол мақсат емес. Мынаяқтан қыз, құрбыларымның бәрі тұрмысқа шығып кетті, мен отырып қалдым. Әкешім оқуды бітірдің, қашан кетесің деп жатыр дегендей. Осындай тақырыптармен келеді, екеуі осындай екі жас қосылды, бірақ отбасының мақсатын білмейді. Сөйтіп мешітке келіп қазақылық некесін дейміз ғой, мұсылманша некесін, қазақы некесін сөйтіп қидыруға келген кезде тағы үшінші қызмет атқарады. Отбасы сендер бұл үшін бас қоспаңдар, яғни үйлене салу керек деген нәрсемен. Жоқ, отбасының мақсаты бар деп оларды жолға салып жібересіз. Бұл үшінші қызмет. Одан кейін өз басым мысалға білім жолына не үшін түстім? Осы тұстан белгілі болады. Қоғамда бір ақиқатты іздеген адамдар болса, мен соларға бір сөз тастайын. Мысалға менің келуім, оның алдында өнер саласында жүрген адам.
Жүргенов өнер академиясында кинорежиссурада документальный фильм, деректі фильм режиссурасы бойынша оқып жаттым. Оның алдыңғы мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті педагог дегенде. Қарасаңыз, сол салада оқып жатып намазға келдім. Намазға келген кезімде мешіттерге барам. Сол уақыттар ғой, енді ол кезеңдерде кішкене былай еді ғой, әртүрлі нелермен. Сол уақыттарда мешіттерге барсам, әркім әртүрлі намаз оқиды. Мен үшін бұл шок дейміз ғой, сондай нәрсе болды. Менің оқып атқаным қалай, оның оқып атқаны қалай. Сонымен ақиқат қалай, дұрыс бағыт қалай, әлде осылай бәрі осылай болу керек па деген сұрақтың туындауымен мен исламды имам болу үшін емес, ең бірінші мақсатым өзімнің дұрыс ұстануым үшін, мұсылмандығымды дұрыс ұстану үшін, білім үшін исламға жаңағыдай білім жолына түскенмін. Исламның білім алу жолына түстім. Нұр-Мараққа түстік, Жүргеневті тастадық, екінші курстан сөйтіп Нұр-Мараққа келдік. Тек өзіңіз үшін? Тек өзім үшін түстім. Сөйтіп университетке түскен кезімізде сондай ұстаздарды айналама алып келді, Аллах тағала. Бұл жолда қызмет қылу, елді ояту, көзін ашу, өзіміздің мұсылманшылығымызды соқыр нанымен емес, кәдімгі ояу, біліммен, өйткені бұл ислам деген нәрсе білімге бұйырады. Сол білімді көтеруге қызмет ету үлкен іс екендігін, оған кешегі алаштықтарда басқада барлығы осы жолда қызмет атқарғандығы белгілі. Сондықтан білімін арттыру мақсатын айтып жатырмын да. Аллах тағала алғашқы уақиында білесіздер ғой, иқра, оқы деген нәрсемен түсір. Мен де осы мақсатта келгем, ұстаздар көзқарасымды жаңағыдай өзгертіп, дін жолында қызмет етуге қарай не істедім, шешім қабылдадым. Бір жылдың ішінде шешім өзгерді. Сонымен қазіргі таңда сол қызметтеміз және қуанамын, осы жолды таңдап, Аллах тағала менің тағдырыма осы жолды нәсіп еткеніне қуанамын. Және менің таңдауым, әркімге Аллах тағала таңдау берді ғой. Біздің негізі басқа жаратылыстан айырмашылығымыз да осыда да, таңдау деген нәрсеміздің барында. Менің таңдауымда көмектесіп өзі сәттілігін салып, дұрыс таңдау жасағаныма қуанамын. Басқа сала емес. Басында. Әрине, о бастама? Басында. Білім алуға, әрине білім алу мәселесінде ойландым, бірақ көп кідір жасамадым. Ал имамдық жолға, имамдық жолға түсуге, яғни осы жолда қызмет етуге мүлдем кідір жасамадым десем болады. Тек оқуға түсуде кідір жасадым. Сәл ойландым, өйткені бұл үлкен жауапкершілік. Медик пен имамды салыстыруға болады, білесіз ба? Медиктің ішіне хирург пен операция жасайтын. Операция жасайтын хирург бір қателессе бір адамды өлтіріп алады. Біз дін қызметкері, егер бір қателік жіберсек, өзіміздің ойымыздан бір нәрсені сөйлейтін болсақ, мыңдаған адамды қыртып жібересіз. Яғни мыңдаған адамның ақиретін бұзып жібересіз. Сондықтан бізге мәңгілік өмір. Сондықтан дін қызметкері ретінде, діннің білімін жаюшы азамат ретінде өз ойынан сөйлеуге хақымыз жоқ. Және не нәрсені түсіріп берді Аллах тағала, соны жеткізу, саналарға өзінің деңгеймен жеткізіп беру. Бұл үлкен жауапкершілік. Сондықтан осы жауапкершілікті алуға кішкене кідірдім. Жаңағы өзімнің жауапкершілігім бірінші. Өзімнің білімді көтеру үшін дедік қой, мен бірінші халыққа білім жаям деген жоқпын. Соны алудың өзінде тосылдым да, өйткені бұл қазір үлкен жауапкершілік көтергелі тұр. Осын. Содан кейін барып, бісміллә. Жеке, мысалы, біздің мысалы қоғамда бұта төмен бала алып, мысалы ешқай жерге ұсалмаған адам, медресеге баратын, ислам кең жайған елдерде қоғамның ең ақылдылары дінмен айналысатын. Сондай болды ғой, Түсіндім. Жаңағы бірінші алғашқы айтқан мәселең шынымен де әлде де бар ол негізі. Бірақ осы сана кішкене өзгеріп келе жатыр, Аллаға шүкір. Қазір қызылмен бітіргендер, жақсы оқитындар, Нұр-Марақта таңдап бастады, медресе колледждерімізге түсе бастады. Бұл да өзгеріп бастағандығының белгісі. Дін себебі, дін деген нәрсе, біреуге ислам діні десек, немесе дін туралы айтса, бірден ойға қолына тәсіп ұстап, мешіттен шықпай отқан бір адам елестейді. Ол қате түсінік. Дін бүкіл өмір. Дін дегеніміз бүкіл өмір. Қазір осылай отырып сөйлесуімізде, мәміле құруымыздың өзінде бұл жерге діннің араласатын жері бар. Тіпті керек десеңіз, әжетханаңызға дейін дін араласады. Бүкіл мәмілеңізге Алланың айтары бар. Дін Алланыкі ғой. Сондықтан Алланың айтары бар күллі нәрседе. Енді күллі нәрсеге барлық жағдайымызға, өмірдің бүкіл жағдайына дін араласатын болғаннан кейін, қоғамның ақылдары, санасы ояулары, онда олай болса, осы дін мәселесін жақсылап меңгерейін деген нәрсе туындайды. Осын жақсылап түсінейік, өйткені бұл барлық жаққа араласады. Бір ғана мысал келтірейінші.
сіз мемлекеттік бір қызметтесіз ба, жоқ бір кәсіптесіз ба, жоқ бір офисте жұмыс істейсіз ба, әйтеуір қасыңызға әншейін қағаз шығаратын принтер беріледі. Жай қарапайым мысал айтып жатырмын мен. Қоғамда бірақ осының өзіне қирап жатырмыз. Қағаз шығаратын принтер беріледі қасыңызға. Мен басқа ірі әңгімелерді айтпай ақ қояйын. Бұл халықтың дүниесі. Яғни немесе сіз белгілі бір кәсіпкердің офисында жұмыс жасасаңыз, сол кәсіпкердің жұмысында істейтін топтың дүниесі. Жеке меншік емес. Свет жағылса, қалам жазылса деген. Иә, түсіндіңіз ба? Енді мен ол жерге барамда негізі сол компанияның дамуы жолында қағаздарды шығаруым керек қызметке қатысты. Енді оған менің өзімнің баламның немесе қызымның мектептегі рефераттарын, мектептегі тапсырмаларын жаңа принтерден шығарып отырсам, мен дінді білмегендіктен мен үлкен өзіме сұралатын нәрсе алып жатырмын. Осының өзі сұралады. Дін үш жерге дейін араласады. Адал бол. Кешегі Омар радиаллаху анху білесіз ба? Бір адам сұрақ сұрап келген кезде өзіне, жеке ма әлде мемлекеттік мәселе ма дегенде, жеке мәселе деді, шамды өшірді, келесі шамды жақты. Неге білесіз ба? Өйткені ол жеке мәселемен келді. Мынау өшкен шам мемлекеттің қазынасынікі. Ал жаққан шам ол жаңағы жеке өзінің шамы Омардың жеке мәселені талқылау үшін. Түсініңіз? Осы сана бұны дін реттейді. Бұны дін реттемейінше басқа нәрсе реттеп бермейді. Сондықтан дін адамнан ажырақсыз нәрсе. Ақылдылар, саналылар, ақылы ояулар, онда ең бірінші діннің мәселесін дұрыс біліп алсақ, негізгі принциптарды біліп алсам, онда принциптарды біліп алыңыз да, болды, бісміллә, кәсіпкер болыңыз, тағы не, мемлекеттің қызметінде істеңіз, министрда болыңыз, депутатта болыңыз, басшыда болыңыз, әлемдік деңгейде әңгіме ететін адамда болыңыз, актерда болыңыз, ақында болыңыз, дінді меңгерсең күллі салаға кете бер. Халықтың бәріне керек. Медикте болыңыз, экономистте болыңыз. Көрдіңіз? Сол кезде сізден адалдық деген принциптан аттамайтын адам боласыз. Қазақта да адамның ала жібін аттама дейді. Сонда дін мәселесі бұл өзекті, тек қана жағындай дін деген кезде намаз оқып, мен дін ұстанып жоқ. Бұл діннің ішіндегі құлшылық деп аталатын бөлігі ғана. Дін екі қанаты бар діннің. Жаңа құлшылықтар, ораза, намаз, зекет, садақа, осы құлшылықтар бөлімі. Екінші қанаты бар. Екінші қанаты. Мынаның барлығы қызығы екінші қанатқа жұмыс істейді. Ол не нәрсе десеңіз, күллі исламды, дінді бір сөзбен айта аласыз ба десеңіз, бір сөзбен ислам муамалат, мәмілелер діні. Түсіндіңіз ба? Ислам дегеніміз құлшылықтардың барлығы соған жұмыс істейді. Дәлел пайғамбарымыз керемет бір хадис айтады. Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлақ. Немесе келесі риуаятта салихал ахлақ. Мен тек қана пайғамбар болып жіберілдім, тек қана әдемі мінездерді кемеліне жеткізу үшін. Олай болса, Аллах тағала соған өзі кәдімгідей мөрін басып тұрған аяты бар. Ва иннака ла'ала хулуқин азим. Қалам сүресінде айтады, расында сен ұлы мінездің үстіндесің. Сен ұлы мінездің иесісің. Енді осы жерге Абдулла ибн Аббастың сөзі бар, сен ұлы діндесің деген. Сонда мінез бен дін екеуі бір ұғым екендігін түсіндіреді. Түсіндіңіз ба? Дінді ұстану деген сөз, сіз керемет мәміледе болу керек деген сөз. Біздің бұл дала кез келген жаратылыстардың арасындағы
мәміле, иә? Мәміле, Бір-біріне күллі. деген. Тек адам емес, бүкіл жаратылыс. Ойлаңызшы, тіпті бір торғайдың, бір шыбынның өзіне сіз мәмілеңіз дұрыс болу керек. Өйткені Аллах тағала Құранда айтады. Ислам, Құран келген кезде бірінші араб жазирасына келді ғой. Сол жердегі таным түсініктерінде кемел емес еді таным түсініктері айналада қоршаған ортаға байланысты. Құран келді да өзгертті. Қалай? Айналаларыңдағы екі қанатты құстың өзі, жан жануарлардың өзі, күллісі сендер секілді үмметтер. Олардың да бастауы бар. Біз Адам алейхиссаламнан бастасақ, олардың да бастауы бар. Олар да тіршілік етіп жатыр. Олар да Аллаға бойұсыну тіршілігін жасап жатыр. Олардың да тапсырмасы бар, мақсаты бар. Сендер секілді үммет. Сосын айтады: "Ва ин мин шайин", егер бір нәрсе жаралса еді, илля юсаббиху бихамдихи, барлығының жұмысы Алланы дәріптеп мақтау айтып жатыр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Солату кулля шай, субханаллаху бихамдихи солату кулля шай". Субханаллаху бихамдихи сөзі күллі жаратылыстың адамнан басқа дұғасы, намазы. Ва бихи юрзақун, осы сөзді тоқтаусыз айтулары арқылы оларға ризық келіп жатыр. Астын сіз айтамын. Осы сөзді айту арқылы ризық келіп жатыр. Бұл сөзді не үшін айтып жатыр олар? Аллах тағала бұйрық берген, саналарын салып қойған. Олар осы сөзді айтпаса ризық келмейді. Ва бихи юрзақун, Аллаға бағынулары солай кетіп жатқандықтан оларға ризық келіп жатыр. Тастаса ризық келмейді. Енді адамды қараңыз. Біздің де жаратылу, айналамыздың бәрін бізге қызмет еткізді. Құмырсқа бізге қызмет етіп жатыр. Қоңыз бізге қызмет етіп жатыр. Көбелек бізге қызмет етіп жатыр. Күллі галактика бізге қызмет етіп жатыр. Күн, ай бізге қызмет етіп жатыр. Енді қараңыз, пайғамбарымыз осы хадисте назар аударсақ, егер күллісінің ризығы сол Аллаға бағыну арқылы шығып жатқандығын айтқан хадисіне назар аударсақ, онда біздің де ризығымызды Алла өзінің қамқорлығына алып қойған. Бізге ризық берілген. Бірақ ризықтың берекесі деген нәрсе бар. Ризықтың миллиардтап келуі мүмкін. Бірақ береке болмайды ода. Түсіндіңіз бе? Ризықтың берекесі қай жерде байланған деген кезде, ол сол Алламен байланғандарда байланған, сол жерде байланған. Алламен байланысты. Яғни жаратылыстардың, мысалы пайғамбарымыз тағы бір керемет бір хадисі бар, күшті түсіндірген. Егер сендердің тәуекелдерің торғайдың тәуекеліне жеткенде ғой дейді. Торғайдың тәуекеліне. Олар бізбен сіз секілді белгілі бір жұмысты атқармайды. Белгілі бір айына келетін айлықты нақты сенген айлыққа тәуекел етпейді да торғай. Таңертең жемсауы бос ұшып шығады, сосын үйіне қайтып келген кезде жемсауы толып оралады дейді. Егер сендер осылай Аллаға тәуекел деген не? Аллаға арқа сүйеу. Түсіндіңіз бе? Әрекет жасайсың, нәтижені әрекеттен күтпейсің, Алладан күтесің. Торғайдікі осы дейді. Түсіндіңіз бе? Ұшып шықты әрекет жасап. Бірақ нәтижесінде не кездеседі? Ол Алладан, түсіндіңіз бе? Ұшып шықты, нәтижені көрді, құрт кездесті, жем кездесті, жеді, толды жемсау, қайтып оралды. Егер сендердің Аллаға деген арқа сүйеулерің сондай болғанда, онда сендерді торғайды ризықтандырғандай сендерге ризық беріп қоятын еді дейді. Және айтады, ризықтарың сендерді ажал күтіп тұр ғой дейді, бәрімізді. Белгілі бір жерде ажал күтіп тұр. Біз соған баратырмыз. Дәл сол секілді ризықтарың күтіп тұр дейді. Әр күнгі ризықтарың күтіп тұр. Онсыз да соған баратсың дейді. Уақыты жетті, келді. Уақыты жетті, келді. Осылай ол. Түсіндіңіз бе? Демек, менің уайымдайтыным не деген кезде, менің уайымдайтыным ризық емес. Менің уайымдайтыным осы ризықтың берекесін табуым үшін, бәріне жету үшін оның барлығы. Берекелі болу үшін, онда мен Алламен байланысымды жөндеу керекпін. Сол Алламен байланысты дұрыс жөнге салып беретін орын, ол мешіт. Енді қызықты қараңызшы. Мәмілелер мәселесі исламдағы ең құнды нәрсе дедік. Исламның бүкіл алып келген нәрсесі де сол. Ата-анамен байланыс мәміле. Түсіңіз ғой? Ата-анамен. Бұрын ата-анасына тіл азар болған баланы, білесіздер ғой, есекке теріс мінгізіп, бүкіл ауылдар ұрлатқан. Ойлаңыз. Мына қоғамға сол құндылық керек. Мәмілелер. Екінші, әйелмен байланыс мәміле. Пайғамбарымыз айтады, әйелдеріңмен ең көркем қарым-қатынас жасауларың, сендердің ең қайырлыларың сондай әйелдермен көркем қарым-қатынас жасайды дейді. Ойлаңыз. Мәміле. Баламмен мәміледе жаңағыны деп қарсы еткізу емес. Пайғамбарымыз қолымен зат тұрмаған. Баламен мәміле, бала психологиясы дегендей. Қараңыз. Ол бүгінгі жаңалық ашып жатқан жоқ психологтар. Бұл пайғамбардың бүкіл өмірінде көрсетіп кеткен баланың психологиясымен жұмыс жасау.
кішкентай торғайын өлтіріп алған бөтен баланың қасына келіп құшағына қысып, я Омар, әй Омаржан, не болды сенің торғайыңа деп сұрауы, бұл енді адамгершіліктің биік дәрежесі, мынау мәміленің көкесі ғой, ойлаңыз. Одан кейін айналаңызға ұшып жүрген құрт құмырсқалармен, жан жануарлармен де дұрыс мәміле жасау. Тіпті біреудің жаңағыдай түйесінің көзінен жастың ағып тұрғанын көріп, пайғамбарымыз айтады, мынаның иесі кім дейді. Түйемен, ойлаңызшы, түйемен. Соны пәленше деп шақыртады. Мына түйең маған шағым айтып жатыр дейді. Сен ауыр жүктерді арқалатып қойыпсың оған. Қиямет күні осы түйе үшін сұраудан қорықпайсың ба дейді. Қараңыз, адам түгіл жан жануармен ислам мәмілені реттейді. Мінекей, осы мәміленің бәрі қай жерде егіледі? Жаңа сіз айтқандай, мешіттер осының бәрінің тарататын негізгі білім ошағы. Білім ошағы. Ғылым пайғамбарымыздың мешітінен тараған мұсылмандардан небір ғылым. Бүкіл ғылымның негізгі фундаменті мұсылмандардан шыққан мойындау керек. Дәлел жетеді тарихтың өзі. Яғни бұрын ең ақылдылардың дін саласына баруларының себебі, яғни бұл бүкіл ғаламмен мәміле жасау мәселесі ол ең күрделі мәселе болып тұр ғой. Ең ақылдар сол үшін барған, бір жағы мынау деп айтса да болатын шығар, енді мен де бір ой қосып кетсем, жаңағы шынымен де дәл осы мәселе бұрыннан бері көтеріліп келе жатыр. Мынау айтса, енді мен айтыскер ақын ретінде таниды ғой. Бір замандарда Мұхаммеджан Тазабек пен Айбек Қалиев айтысты. Сол кезде Айбек аға айтты да, айналайын Мұхашжан, неліктен де қажылар көп болып тұр мұсылманнан деді. Қажы көп, мұсылман аз деп жатыр да енді. Сыртқы амалы көп, ішкі шынайы мұсылмандар, мәмілесі мықты мұсылмандар аз деп тұр ғой енді. Ол осыдан 10 жыл, 15 жыл бұрын айтылған сөздер. Сол кезде Мұхаммеджан аға айтқан, мектепте үшке оқыған балаларын медресеге береді бүгінгілер. Қазақтың діндарлығы қайдан онысын діннен қарсы өзіңдей білімділер дейді да. Шынында да қазіргі кезеңде бізде сондай бір уақыт өтті, бір шынымен бір ең тәрбиесіз, адам болмайды ау деген баланы әйтеуір адам болып кететін шығар деп медресеге қосып жіберетін да. Өйткені бір дұрыс ортада жүрсе, бір жақсы бала болып кететін шығар деген бір үміт болатын. Бірақ халықтың көзі ашылған сайын, Қазақстан енді қанша жыл мойындауымыз керек, қанша жыл отар болдық қой. Өз билігіміз өзімізде болған жоқ. Ол отарлықтың өзін қарасаңыз, мына отарлық саясат деген кезеңді қарасақ, біздің отарлық саясаттың негізгі күресінің барлығы дінмен күрес болған. Өйткені қазақ мемлекетінің негізі құрап тұрған біздің дәстүріміздің түпкі қайнардың өзі осы діннен шығады. Сондықтан бүкіл бізді отарлаған елдерде біздің дінімізбен күрескен. Енді көзі ашылған сайын, қазақтың көзі ашылған сайын, қазақтың ең мықтылары, тіпті жас балаларын дін жолына берудің өзі бір бөлек. Ағамыз айтып отқандай, кинорежиссурада оқып тұрған жерінен, өзі тірі мысал ғой, кинорежиссурада оқып басқа бағытта кетіп бара жатқан жерінен осы діннің жолына кетіп бара жатыр. Енді неге деген кезде, әрбір адамның өзінің жүрегінде үздік болу деген бір ұмтылыс бар, бала кезден бастап. Мектепте де біз старосты болғымыз келеді, ан жақтан үздік болғымыз келеді деген нәрсе бар ғой енді. Қоғамды бір артынан сүйрегім келеді, елге пайдалы болғым келеді деген бір ішкі құлшыныс бар да. Енді сол кезде қарасаңыз, өзі имам деген сөздің өзі араб тілінен аударған кезде әмәмі алдыңғы қатарлы деген сөз да. Елдің алды болу деген сөз. Қатарыңнан қалма, елдің алды бол деген сөздің де ар жағында негізі имам бол деген сөз жатыр ғой, қазақтың тілегін қарап отырсаң. Сонда елге қалай пайдалы боламын, елді қай жаққа сүйреймін деген кезде елдің екі дүниесіне де пайдалы болатын, қай жағынан да мықты үлгі болатын адам болуға тырысады ғой адам. Сондықтан осы мұсылманшылыққа дінге келеді. Ана Майкл Харт дегеннің кітабы бар, әлемдегі ең ықпалды 100 адам деген, тарихтағы ең ықпалды 100 адам, адамзат тарихындағы. Сол 2 рет шықты, екеуінде де бірінші орында Мұхаммед пайғамбар тұр, саллаллаху алейхи вассалам. Неге десеңіз, олар былай қарасаң, жаңа айтқандай, Жомарт ұстаз айтқандай, өзі дін қарастыратын екі қарым-қатынас бар ғой. Бірінші Алламен қарым-қатынас, екінші адамдармен қарым-қатынас, адамдармен мәміле. Алламен қарым-қатынас ол мұсылмандар бағалайтын қарым-қатынас та. Ал енді адаммен қарым-қатынас деген нәрсе бұл бүкіл адамзатқа ортақ дүние да. Сондықтан жаңа Майкл Харт өзі мұсылман болмаса да, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның адамдармен қарым-қатынасына, оның осы бір адамгершілігіне сүйсініп, бүкіл Европа тек қана Майкл Харт емес, ол қай қазір мынау соңғы немен де нейротехнология бар ғой, сонымен де есептеген кезде ең алғашқы жетістіктеріне қарады ғой. Яғни жетістіктері болған кезде адамдармен қарым-қатынастағы жетістіктер ғой, адамгершіліктің биігіне шығу ғой мәселе. Мәселе бұл жерде оның бір мемлекет құрудағы басқа да жетістіктер ғана емес, яғни осы бір қарым-қатынастардағы жетістіктер ғой, бұның барлығы айналып келгенде мәміле ғой, мемлекет құру болсын, басқа болсын, барлығы сол мәмілелер. Сол адамгершілік, адамдармен қарым-қатынасына қарап тұрып, оны ең алғашқы қатарға қойды да. Сондықтан да бұл Алланың жаңағы таңғалатын, кәдімгі ислам деген нәрсе таңғалатын дүниесі сол да. Осы дінді терең білген адам, адамгершілік қасиеті бойынша, адамдармен мәмілесі бойынша барлық адамға үлгі болатын адамға айналады екен ғой. Сол Мұхаммед пайғамбарға ұқсап жүріп. Өйткені мәселе бұл жерде
міндетті түрде жұмсақ болу немесе қатал болу да емес қызық болғанда. Өйткені адамды Алла тағала әртүрлі жаратқан. Бір мінезі қатал кісілер болады, мінезі жұмсақ кісілер болады, бір кейбір баяу кісілер болады, кейбір жылдам кісілер болады. Бірақ барлығы осы мұсылманшылықты, исламды зерттеген кезде осы қоғамға пайдалы адамға айналады. Неге? Өйткені адамды негізгі құрайтын нәрсе, өзі жаңа ағамыз айтқандай, адамды басқа жаратылыстардан айыратын нәрсе таңдау болатын болса, мықты адамды әлсіз адамнан айыратын нәрсе ол принциптер. Ал ең жақсы, ең сапалы принциптерді бізге Құран мен сүннет үйретеді да. Сол принциптерді мықты ұстанған адам, ол барлығына үлгі болады. Сондықтан да ең ақылды адамдар, Лев Толстой айтқан сияқты, ақылды адамның түбі табан тірейтін жері ислам деп айтқан. Лев Толстойдың кәдімгі осы цитатасы бар. Яғни осы ақылды, қоғамға пайдалы боламын, елдің алды боламын, өзімнің ата-анамның разылығын аламын, немесе қандай мақсаты болса да, әйтеуір кез келген ақылды адамның түбінде исламға келетіндігі, түбінде осы діннің насихаты, осы бір исламның ішінде боламын, исламды елге жеткіземін деген мақсатты ұстанатындығы осыдан деп ойлаймын. Тағы бір нәрсені қосып кеткім келеді. Жаңағы исламның мәмілесінің ішіндегі ең кереметі альтруизм дейміз ғой, жаңағы өзге үшін құрбан бола білу, яғни өзгенің бақыты үшін өзіңді құрбан ете білу. Қысқартып, альтруизм деген эгоизмнің антонимі. Иә, эгоизмнің антонимі. Яғни мұсылман негізгі ұстанымы қандай дегенде, исламның, мұсылман демекші, исламның ұстанымы қандай дегенде, сен өзгені бақытты қылып беру жолында өзіңді құрбан ете аласың. Яғни өзіңнің уақытыңды құрбан етесің, өзіңнің біліміңді құрбан етесің, өзіңнің қабілетіңді сол жолға саласың, өзге адам бақытты болу үшін. Және одан ләззат аласың. Иә, және ол нәрсенің дүниелік, ақиреттік пайдасы бар. Дүниедегісі ең кереметі жүрекке ләззаттың келуі ғой. Ақиреттік ол сауаптармен. Сондықтан өмір сүріп жатқанда мұсылман біреудің бақытты болу үшін бүкіл күшін салады ғой. Исламның бұл мінезі. Және ұқсасы жоқ мінез, ешқандай. Сол ғылымды, мәміле ғылымы ғой ол сонда? Иә, мәміле ғылымы, иә. Сол мәміле ғылымын зерттеу сізге осы енді былай режиссурамен салыстырған кезде басқа бір бизнесмен болам, миллионер болам деген нәрселерден сол нәрсені артық сүйдіңіз ба деп тұрсыз ғой, сол анаған қарағанда, иә. Иә, өйткені оны артық сүймесем, онда мен бұл жаққа келмес едім. Осы нәрсені артық сүйгендіктен және Аллах тағала сүйгізгендіктен бұл жақта таңдалды ғой.